Frybox сайтымен жұмыс. Ең әуелі Google аккаунтымызбен сайтқа тіркелеміз. Сіздер де өздеріңіздің Google аккаунттарыңызды жазып, сайтқа тіркеле аласыздар. Создать викторину батырмасын басамыз. Бізде осындай бет шығады. Викторинаның аты, яғни сабақтың атын жазып қойсаңыздар болады. Бұл сайт негізінен кері байланыс жасауға өте тиімді сайт болып табылады. Ең бірінші бағанға өзіңіздің сабағыңыздың атын жазып қойсаңыз болады. Мысалы, жасушаның құрылысы деп жазайық. Келесі бетке біз пустой викторина жасаймыз. Екінші батырманы басамыз. Бұл екіншіні басқан себебім біз кері байланыс жасауға викторина жасап жатырмыз. Бұл осы жерден қазақ тілін таңдаймыз. Создать батырмасын басамыз. Келесі бізде осындай бет шықты. Осы бетте бөлімдер орналасқан. Ал осы ортаңғы бетте сіздің қандай викторина жасайсыз, соған байланысты сұрақтарға жауап бересіз. Мысалы, осы жерге баланың аты жөнін жазып қоямыз. Балалар аты жөнін өзі қояды, біз осы жерге сұрақ жазамыз. Аты жөнің кім? Бұл сайтпен түрлі тесттерді де жасап шығаруға болады. Екінші бағанға обратная связь жасайтын сұрақтарды жазамыз. Бірінші сұраққа бүгінгі сабақ ұнады ма деп жазып көрейік. Екінші бағанға сабақта түсінбеген тұстарын сұрайтын боламыз. Келесі сұрақты қосасыз ба, қоспайсыз ба, ол сіздің кері байланысыңыздың түріне байланысты. Мен қазір тағы үшіншісін қосып көрсетейін. Астында тұрған осы фиолетовый кнопочканы басамыз, плюсикті. Одан кейін үшінші сұрақты енгізе аламыз. Өзіңізді сабақта қаншаға бағалайсыз деген сұрақ қойып көрейік оқушыларға. Сұрақтар біткеннен кейін осы жерге өзіңіз қандай сөз жазасыз. Мысалы, пікіріңізге рахмет деген жазуды жазып қойсақ болады. Келесі формасын жазамыз, яғни электронный почтасы керек па баланың, оны жазамыз. Атын жазу керек және де адресін жазу керек. Келесі бетке нет деп жазып қоямыз. Келесі бағанға өтіп, осы ручканың белгісін қоятын жерге қойып, сұрақтарымыздың обложкасын жасаймыз, яғни артқы фонын. Осы іздейтін поискке өзіңізге керекті фонды таңдап аласыз. Мысалы, школа деп жазайық, мектепке байланысты түрлі фондарды қарастырып береді. Осы жерден өзіңізге ұнаған фонды алып қоя аласыз.
Мінекей біздің фонымыз ауысты. Енді осыған предпросмотр жасап көрейік. Предпросмотр жасаймыз. Бастау батырмасын басамыз. Мінекей біздің балаларға дайындаған кері байланысымыз осылай шығады. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә деген батырманы басады. Келесі сұрақ шығады. Оған да өз жауаптарын жазады. Осылай өз пікірлерін қалдырады, және де электронды адресін, мекен-жайын және де атын жазып қалдырады. Осы оқушылардың жасаған жұмысын, кері байланысын сіз өзіңізге жүктеп ала аласыз, немесе поделиться батырмасын басып бөлісе аласыз. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыз. Сіздермен ұстаз KZ. Назарларыңызға рахмет.